Бірінші сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер видеоны тоқтатып тұрып, дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Сәулет кереметтері. Кейбір ғимараттар келушілердің ерекше сәулетімен тамсандырады. Қытайдағы Ұлы Қытай қорғанына жыл сайын миллиондаған саяхатшылар келеді. Ал Үндістандағы Тәж-Махал сәулет өнері мен сұлулықтың сөз жетпес ғажап туындысы. Тәж-Махал мәрмәрінің түсі маусымнан маусымға дейін сағат сайын өзгеріп отырады деседі. Сұрақтардың көмегімен мәтінге жоспар құр. Сұрақтар: миллиондаған саяхатшылар келетін қорған қалай аталады? Ұлы Қытай қорғаны. Үндістандағы ғажап туынды қалай аталады? Тәж-Махал. Тәж-Махалда ненің түсі өзгеріп отырады? Тәж-Махалдағы мәрмәрдің маусым сайын өзгеріп отыруы. Жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып мәтіннің мазмұнын жаз. Тірек сөздер: сәулет кереметтері, тамсандыру, Ұлы Қытай қорғаны, миллиондаған халық, Тәж-Махал, мәрмәрдің түсі маусымнан маусымға дейін сағат сайын өзгеріп отыру. Екінші тапсырма: сөздерден сөйлем құрап оқы. Оларды сөйлем мүшелеріне талда. Күн бұлттанды. Күн биікке көтерілді. Ұшақ биікке көтерілді. Сыныпқа кірді. Түн ұзарды. Динара қуанды. Мұғалім кірді. Және тағы да басқа қысқаша сөйлемдер шығады бізде. Құраған жалаң жайылма сөйлемдеріңді тиісті пойыз вагондарға орналастыр. Бұл сөйлемдерді бір-біріне айырмашылығы неде? Бізде жалаң және жайылма сөйлемдер. Жалаң сөйлемдерге күн көтерілді, ұшақ ұшты, мұғалім кірді, Динара қуанды. Жайылма сөйлемдерге күн биікке көтерілді, ұшақ биікке көтерілді, мұғалім сыныпқа кірді, және тағы да басқа осындай сөйлемдер шығады. Төртінші тапсырма: мәтіндегі көп нүктенің орнына тұрлаулы мүшелердің бірін қойып оқы. Мен бастауышпын. Сөйлемде менің мойныма ұшан теңіз жауапкершілік жүктеледі. Мен сөйлемдегі ойдың иесімін. Менсіз сөйлем басы жоқ, серке тәрізді. Кім не деген деп сұрай келген жан болса, мені көп қинамай-ақ бірден тауып алады. Рас, кейде көзге түспей жасырынып қаламын. Бірақ ол менің кінәм емес. Осымен бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрауларыңа болады. Және де видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық, достар.